Саламатсыздар жігіттер, YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің тақырып NL компаниясының сильвер өнімі және адамның терлегіштігі. Былайша айтқанда гипергидроз деп атайды. Оның себебі қалай емдейміз және сильвер өнімін осы жерде қалай қолданамыз. Сонымен адамның терлеуі не үшін керек? Адам қалыпты жағдайда, бұл физиологиялық жағдай, адам терлеу керек. Не үшін? Өйткені адам денесіне қызуды бір қалып ұстап тұру үшін. Сыртқы ортадан температура көтерілген кезде, болмаса адамның өзінің температурасы көтерілген кезде, адам сол температураны түсіру үшін денеден суды шығара бастайды, тері қылып. Сол суды шығарған кезде адам көп энергия жоғалтады да, адамның температурасы қалыпқа келеді. Бұл сондай организм өз-өзін қорғайтын бір функциясы. Қалыпты жағдай бұл норма. Но бірақ кейбір жағдайларға байланысты адамның денесіне көп тері бөліне бастайды. Ол тері бөлінген кезде адамның денесіне жағымсыз иіс шығады. Сондықтан бұл адамға психологиялық тұрғыда, физиологиялық тұрғыда бір ыңғайсыздық, қолайсыздық тудыратын жағдай. Жалпы бұл айтайық, кавычкада ауруменен 3% адамдар, ер адамдарда, әйел адамдар бірдей ауырады. Сондықтан бұл енді проблема, бір ауызбен айтқанда. Енді мынау адамның терлегіштігі, жаңа гипергидроз болған кезде бұл локальный болуы мүмкін, алақан, табан, қолтықтың асты, маңдай, одан кейін ерінің үсті жағы терлеуі мүмкін, одан кейін генерализованный дейді, адамның бүкіл денесі терлеуі мүмкін. Бұл жаңағы орналасу жеріне байланысты терлегіштіктің. Негізгі себебі бірінші жағдайда бұл первичный дейді. Первичный бұл адамның физиологиялық ерекшелігіне байланысты. Адам өзді бір сондай жағдай болуы мүмкін. Кейбір адамдарда мынау тер шығаратын бездер өте көп болады. Қалыпты жағдайда 2 миллионнан бастап 5 миллионға дейін болса, мысалы бір адамдарда 4,5 немесе 5 миллион болуы мүмкін. Сондықтан тері бездері көп болғаннан кейін адам солай терлегіш болуы мүмкін. Екінші жағдай бұл сол теріні шығуын контролировать ететін жүйке жүйесінің сезімталдылығының жоғары болуы. Былайша айтқанда мына порог чувствительности деген бар, адамда жоғары болады, төмен болады, сол кейбір адамдарда төмен болады. Сондықтан болар болмас нәрсеге раздражениеге адам денесінен тері шығарып, осылай қалай айтсам болады, осындай бір жағдай болуы мүмкін. Бұл енді физиологиялық ерекшелік, бұл тұқым қуалайды, әкеден немесе шешеден бұл берілуі мүмкін. Бұл осындай жағдай. Екінші жағдай вторичный. Вторичный бұл ауруларға байланысты. Бұл туберкулез болуы мүмкін, бұл эндокринологиялық органдардың, ұйқы безі, надпочечниктің, болмаса мынау щитовидканың дұрыс жұмыс істемеуі. Соған байланысты болатын ауытқулар болуы мүмкін. Одан кейін неврозға байланысты, панический атакаға байланысты болуы мүмкін. Одан кейін мынау семіздік. Одан кейін неврологиялық аурулар, туберкулез болуы мүмкін, вирустық және инфекциялық ауруларға байланысты. Бұның бәрі вторичный, бұл негізі бұны емдеген кезде, негізгі ауруды емдеген кезде, және туберкулезді, болмаса панический атаканы емдеген кезде, бұл терлегіштік өзі кетіп қалуы мүмкін. Бұл енді дәрігерлердің жұмысы, бұл біз ештеңе істей алмаймыз бұл жағдайда, адам тек қана емделу керек. Бірақ бірінші жағдай бар, бұл физиологиялық жағдай, жаңа физиологиялық ерекшелік. Соған байланысты біз сильвер өнімін осы жерде біз ұсына аламыз ол кісілерге. Бұл жерде сильвер өнімінің ерекшелігі қандай? Біріншіден бұл алунит, кристалл, былайша айтқанда қазақшасы ашутас, кәдімгі тұз, өзі бұл ерекше тұз. Бұны ерте замандардан емдік мақсатта және мынау магияда, сиқырлық мағынада сондай неде қолданған бұл тасты. Сондықтан бұл тас ертеден белгілі. Енді қандай қасиеті бар, қандай ерекшелігі бар, не үшін біз оны қолданамыз осы уақытқа дейін? Біріншіден бұл антисептик. Былайша айтқанда денеге түскен жаралар болса, соны тез жара болып кетпеуге соған көмектеседі. Одан кейін дезинфекциялық антибактериальный қасиеті бар. Былайша айтқанда бұның бар денеде болатын микробтарды өлтіруге, адамның денесін таза ұстауға мүмкіндік береді. Бұл бір жағдай. Білесіздер, негізі адамның денесіне иіс шығаратын бұл микробтар бар сондай. Мысалы, қолтықтың асты терлейді, сол жер суланады, одан кейін сол жер ыстық болады, 36-37 градустың арасында болады. Ол сол условияда жаңа микробтар өте жақсы өседі. Сондықтан микробтар өсіп, жаңа өмір сүріп жатқан кезде содан денеден иіс шыға бастайды. Сондықтан адам өзі шығармайды иісті, ол микробтар шығарады. Сондықтан осы ашутасты сильверді қолданған кезде ол жаңағы микробтарды өлтіреді да, одан кейін иісті шығармайды. Бұл бір жағдай. Екінші жағдай, адамның денесіне бұл мынау суды өзіне қарай тартып алады. Білесіздер, тұз өзіне қарай суды тартады. Сондықтан қолтықты терлеп атқан кезде біріншіден қолтық
құрғайды. Одан кейін бұл жаңағы нені теріс шығаратын бездердің аузын жауып қалмайды. Сондықтан бұл жерде жаңағы қолданған кезде не болады? Біріншіден жаңағы микробтарды өлтіреді, екіншіден құрғатады да, содан кейін микробтар ол жерде ыңғайсыз, қалай айтсам болады, условия ол жерде болмай қалады микробтардың өсіп жетілуіне. Осындай жағдай тағы да қай кезде қолданады? Бұл жараны жазылу үшін. Жараны бұл микробтарды өлтіріп, жаралар болатын болса, соны тез жазады. Одан кейін тағы да бір жағдай, бұл неде геморройда, одан кейін варикозное расширениеде қолданады. Бұл не үшін? Бұл тұз білесіздер, бұл қан тамырларының қабырғасын қатайтады. Сондықтан бұл жерде жаңағы геморрой болмаса жаңағы варикоз болатын болса, және варикоз кезінде жара болып кететін болса, осы сельверді қолдануға болады. Осындай жағдай тағы да қай кезде біз оны қолданамыз? Бұл тері ауруларында. Бұл сельвердің жаңағы тек қана микробтарды өлтіретін емес, сонымен бірге грибоктарды өлтіретін қасиеті бар. Сондықтан тері ауруларында қолданады. Бұл жаңағы дерматоздар болуы мүмкін, экзема болуы мүмкін, нейродермит та қолданады, іріңді жаралар. Одан кейін герпес, ұшықтың ерінге немесе басқа жерге шыққан кезде сол үшін қолданамыз. Тағы да қай кезде? Конъюнктивит, көзде жергілікті қолдануға болады. Одан кейін гинекологический ауруларда, одан кейін стоматитте қолданамыз. Осы жағдайлардың бәрінде қолданамыз. Мен енді өзім қолданғаным, мен өзім көргенім, бұл біріншіден геморройда қолданды, одан кейін екіншіден клиенттер бізде неде қолданды? Қолтықтан қатты иіс шыққан кезде көп ұзақ қолданған жоқ. Ол кісілер ары кетсе бір 2-3 апта қолданды, одан кейін тоқтатып қойды. Өйткені барлық проблемалар кетіп қалды. Сондықтан мен бұл өнімнің результатын мен көрдім. Сондықтан мен сіздерге қорықпай ұсыналам. Тек қана жергілікті ғана қолдану керек. Бұны ішке қабылдауға болмайды. Өйткені одан кейін ешқандай аллергиялық реакция өте болмайды, практически болмайды. Сондықтан гиперчувствительный аллергиясы бар адамдарға дейін қолдана беруге болады. Бұл бір жағдай. Екінші жағдай, бұл өте ұзаққа жетеді екен, өзі 100 грамм, ауыр кішкентай болса да. Және бұны өте көп кәдімгі дезодоранттарға қарағанда почти 12 есе көп қолдануға болады деп айтады. Сондықтан осындай жағдайда қолданып көрсеңіздер болады. Мен енді шынын айтқанда жаңағы гипергидрозда және бұның геморройда өте көп қолданар едім. Мен дерматоздарда, жараларда қолданып көрген жоқпын. Но бірақ онда бізде адамдар болатын болса, мен ұсынуға тырысамын. Егер де сіздерде осы сильвер өнімі жайлы бір результат болса, жазсаңыздар болады. Болмаса көмектеспесе, оны да жазыңыздар. Қандай да бір аллергиялық асқынулар болатын болса, бір ұнамаған нәрселеріңіз болса, жазсаңыздар болады комментарийға. NL компаниясының басқа өнімдері жайлы мен сіздерге информация қоямын. Подписка жасаңыздар, лайк басыңыздар. Түсінбеген сұрақтарыңыз болса, сұрасаңыздар болады. Жақсы, рахмет. Сау болыңыздар.